Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен болған Бинора. Біздің бүгін жасайтынымыз ыстық тағам. Отбасыларыңызға түскі асқа немесе кешкі асқа міндетті түрде жасап беріңіздер. Барлықтарыңызға ұнайтыны сөзсіз. Және де менің видеомды толық қарап, арнама жазылып, қоңырауша белгішесін баса кетіңіздер. Менің видеоларым шыққан уақытта алғашқылардың қатарынан болып көретін боласыздар. Және де қазақша контенттің дамуына үлес қоссаңыздар. Ең алдымен етімізді ұзыншалап турап алыңыздар. Дәл осы аралықта қазанымызды отқа қойып, яғни қыздырып алыңыздар. Қызып тұрған қазанның үстінен сұйық майды құйып, ұзынша етіп туралған етті салып 4-5 минут шамасында қуырамыз. Үстінен тұз салуды да ұмытпаңыздар. Және де осы етіміз қуырылғанша біздер пиязымызды турап дайындап аламыз. Пиязды да ұзыншалап, яғни 4 бұрышлап турап алыңыздар. Турап дайындап алған пиязымызды қазанның үстінен, яғни еттің үстінен салып, тағы да 2-3 минут шамасында қуырып алыңыздар. Және де біздің пияз бен ет қуырылғанша сарымсақты, яғни 2-3 дана сарымсақты майда етіп турап алыңыздар. Және турап дайын болған сарымсақты да қазанға салып қуырамыз. Енді сәбізді де дәл осылай ұзыншалап турап алыңыздар. Дайын болған сәбізді қазанға салып, шамамен 1-2 минуттай қуырып, үстінен томат пастасын немесе қызанақты езіп қоссаңыздар болады. Яғни блендерден езіп қоссаңыздар болады. Үстінен суымызды құйып, шамамен 20 минуттай қайнатамыз. Біздің қазанымыз қайнағанша қамырымызды дайындап аламыз. Қамырға су және тұз, ұн қажет болады. Үшеуін, яғни ұнды салып, орташа тығыздықта қамыр илеңіз. Қолға жабыспайтын қаттылау қамыр илеп алыңыздар. Және де иленген қамырымыздың бетін жауып 15-20 минутқа тындыруға қоямыз. Біздің қамырымыз тынғанша картопты ұзынша етіп турап алыңыздар. Турап дайын болған картопты қазанға саламыз. Суы аз болған жағдайда су құюды ұмытпаңыздар. Картопымыз суға батып тұратындай мөлшерде көбірек су құйыңыздар. Енді қамырды жаюға кірісеміз. Қамырды екінші тағы да қайтара илесеңіздер, қамырымыз өте әдемі және жайылуы оңай болады. Енді қамырды алғашында қолымызбен, кейіннен оқтаумен дөңгелек етіп жайып алыңыздар. Міне біз қамырымызды дөңгелектеп жұқалап жайып алдық. Енді оның үстінен сұйық майды құйып, барлық жеріне тегістеп, қолымызбен немесе щеткамен жағып шығыңыздар. Оның үстінен укропты сеуіп шығыңыздар. Өз қалауларыңызбен, яғни укроп қоспай жазсаңыздар да болады. Қамыры тым қалың болып кетпеу үшін ортадан, яғни бір суала қамырды 2-ге бөліп жасап алдым. Екінші бөлігіне дәл осылай дөңгелектеп орап алыңыздар. Орап дайын болған қамырымызды кішкене бөліктерге бөліп алыңыздар. Қазанның үстінен барлық қамырларды тізіп қойып шығамыз.
үстінен тұз сеуіп, өз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер, түрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Енді 20-25 минут шамасында, яғни толық пісіп шыққанша бетін жауып қойыңыздар. Міндетті түрде отбасыларыңызға жасап беріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды. Және де менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.